Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен оладьи дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм айран, 250 грамм ұн, 2 шай қасық қант, шымшым тұз, жарты шай қасық қопсытқыш және 1 шай қасық сода және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен айранды құйып, оған 2 жұмыртқаны салып, қантымызды, тұзымызды, разрыхлитель сода барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнның барлығын салмай, біртіндеп салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай қою масса дайын болады. Алдымен пісірмес бұрын осы массаны 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ең алдымен қызып тұрған табамызға майды құйып, оладьилерді өзінің қалпына келтіріп құйып шығамыз. Содан кейін орташа отта пісіреміз. Оладьилердің ортасының пісе бастағандығын осындай тесіктер пайда болғаннан білеміз. Содан кейін екінші жағына аударып, тағы да пісіріп аламыз. Міне жұмсақ, өте дәмді оладьилеріміз дайын болды. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.